Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Менің есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі тұңғыш техника талдау арнасы. Бүгін бізде жедел ақпарат Қазақстанда жасалатын МТЗ тракторлердің нарықта шу етіп бағаларын түсіруі. Сондықтан қысқа нұсқа қазір Беларусь тракторлеріне шолу жасап, одан кейін Қазақстан тракторлеріне бағаларына шолу жасап өтеміз. Сондықтан арнаға тіркеліп, қолдап, лайк басып, қапы қалмаңыз. Бізбен бірге болыңыз. Алдыңызда Беларусь елінің тракторлері 25% субсидия беріледі оларға. Мен сізге лизингтің бағасын айтам, қолма-қол ақшаға әрине міндетті түрде жеңілдіктер бар. 81-дің бағасы 11 миллион 800 мың теңге. 82-ның бағасы 11 миллион 10 мың теңге. 892-ның бағасы 12 миллион 760 мың теңге. 892.2 алдыңғы мосты күшейтілген балка. Оның бағасы қазіргі кезде 13 миллион 430 мың теңге. 952-ның бағасы 13 миллион теңге. 952.2-ның бағасы 13 миллион 430 мың теңге. 130 атты күші бар. 1221.2 радиаторы үлкейтілген 21 миллион 240 мың теңге. Одан кейін 1222.3 деген трактордың бағасы 27 миллион 20 мың теңге. 82.3 қызыл түсті дизайны заманауи 17 миллион 420 мың теңге. Беларусь тракторлерінің бағалары әлі өзгеріссіз. Рубльдің құлдырауын күтіп отырмыз. Ал ағайын, енді ең тәттісі Қазақстанда шығарылатын тракторлер бағалары түсті. Осы тракторлерге алдарыңызда 1523 қозғалтқышы D260.1 148 атты күші бар. Оның бағасы 25 миллион 900 мың теңге. Одан кейін 1222.3 130 атты күші бар, 19 миллион 250 мың теңге. Трактор 1025.2 қозғалтқышы 107 атты күші бар, 16 миллион теңге. 922.3 892.2-ның аналығы 990 атты күші бар, 11 миллион 950 мың теңге. Одан кейін МТЗ 922 қозғалтқышы D245.5 90 атты күші бар, 11 миллион 300 мың теңге. Алдында кун ілінген Большая земля заводынан ресейлік завод универсал стандарт деп аталады. Жүк көтерімі 1200 килограмм. Оның бағасы 1 миллион 940 мың теңге. 920М тракторы 82-дің аналығы, ол қазіргі кезде 10 миллион 650 мыңға түсті. 920.2 тракторы 11 миллион 500 мың теңге. Алдыңда атвал көрсетіліп тұрған. Бұл әсіресе коммуналды жүйеге арналған. Одан кейін ірі қарамал шаруашылығына арналған, бойы биік емес, бойы тапал, ені де тапал. 3 метрге жетпейді. 920 трактормен салыстырғанда бойы тапалдырақ, 2,5 метр, ені 1,5 метрлік. Қақпаға кіретін, әрбір қақпаға кіретін 921 тракторы. Оның қозғалтқышы D245.5 турбинасы бар, 95 атты күші бар, 12 миллион 750 мың теңге ағайын. Құрметті көрермен, осы бейне түсірілім сізге ұнаса, мәлімет пайдалы болса, осы қазақ тіліндегі арнасына тіркеліп, қолдап, сұрақтарыңыз болса, пікірлер қалдыратын жерге бейне түсірілім астында қалдыруға болады. Осы арнаға тіркеліп, қолдап жүріңіз ағайын. Менің есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube желісіндегі ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау арнасы. Басымыз аман, еліміз тыныш, тіліміз бүтін болсын ағайын. Сау саламатта келсейік.